Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге асқабақ қосылған етті бәліштің рецептімен бөлісемін. Бәліш сондай сочный, дәмді, ыстықтай жесең ауызда ериді ғой. Менімен бірге дайындаңыз. Ол үшін бізге айран және сары май, ертілген майонез, тұз және ұн қажет болады. Ең алдымен жылы айранымызды табаға құйып, үстінен шым-шым тұз сеуіп, шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін майонезді қосамыз. Оны да біркелкі қылып араластырып аламыз. Сосын ерітілген сары майымызды құямыз. Оны да араластырып, біркелкі масса етіп дайындаймыз. Міндетті түрде електен өткен ұнымызға қамыр қопсытқышты салып, араластырып, біздің дайын массамызға жаймендеп қосып, шанышқының көмегімен біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Содан кейін қалған ұнды салып, ары қарай дәл қолмен араластырамыз. Қолмен қамырды иілеп, жақсылап иілейміз де, біріктіріп, оны целлофан қалтаға салып, 10-15 минутқа біздің қамырымыздың начинкасы дайын болғанша қойып қоямыз. Салмасы үшін бізге осы заттар қажет болады. Оны осылай турап аламыз. Бірінші тартылған етті саламыз, үстіне пиязды, одан соң асқабақты және де кішкене сүтті қосып, 1 шай қасық тұз салып, қара бұрышты салып, араластырамыз. Біздің салмамыз дайын. Ендігі кезекте қамырымызды екіге бөліп, үлкен және кіші бөлікке бөліп, оны иілеп дайындаймыз. Енді үлкен бөлігін алып, оны оқтаудың көмегімен жаямыз. Өз қалауыңызға қарай дөңгелек немесе 4 бұрышты пішінге жаямыз. Барлығы да өз қалауларыңызға қарай. Және дайын болған қамырымызды пергамент төселген противеньге салып, үстіне біздің дайын салмамызды салып, дайындап қоямыз. Енді кішкентай бөлік қамырымызды жайып, оны да салманың үстіне салып, шет-шетін біріктіреміз. Және өз қалауларыңызға қарай шет-шетін осылай әсемдесеңіздер де болады, немесе осылай қала берсе де болады. Онда тұрған ешқандай разница жоқ. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Енді оның үстіне жұмыртқаның сарыуызын жағып шығамыз. Ортасын міндетті түрде тесу керек. Ішіне де ауа кіріп, барлығы пісіп шығу үшін және шанышқының көмегімен осылай әсемдесеңіздер болады. Және үстіне әдемілік үшін кунжут немесе мак сепсеңіз болады. Енді қызып тұрған 180 градус пеште 40-45 минут пісіріп аламыз. Міне пирогымыз дайын болды. Енді оны ыстықтай кессеңіздер де болады, суытып қойып кессеңіздер де болады. Ыстықтай кескен өте әдемі, өте сочный болып шығады. Дәмі ауызда ериді. Сіз де дайындап көріңіз.